Армысыздар. Қызылорда ақпарат арнасында сіздермен бірге Әсел Жұмабек. Вакцинация төңірегінде халық арасында жиі қойылатын сұрақтарға дәрігер Есполова Гүлзат Айдарханқызы жауап беретін болады. Сәлеметсіз бе, Гүлзат Айдарханқызы? Көпшілік екпе алғаннан кейін бас ауруы, жүректің айнуы, сүйектердің сырқырауы секілді симптомдардың болғандығын айтады. Вакцинаның тағы қандай кері әсерлері бар? Сәлеметсіз бе? Бізге вакцинациялау ұғымы осы коронавирус инфекциясымен бірге пайда болған жоқ. Бізге бұл вакцинациялау сөзі бұрыннан бері таныс. Үйімізде барлығымызда кішкентай балаларымыз бар, сәбилер бар. Оларға вакцинация алған кезде оларда міндетті түрде дене қызуы көтерілу, мазасыздану болады. Сол сияқты үлкен кісілерде де осындай белгілердің пайда болуы ол қалыпты жағдай. Толығырақ айтатын болсақ, бұл вакцинациядан кейін адам ағзасында жергілікті және жалпы реакциялар болады. Жергілікті реакцияға осы екпе орнының қызаруы, ісіну жататын болса, жалпы реакцияға бұл дене қызуының көтерілуі, бастың айналуы, дене сырқырауы деген сияқты белгілер жатады. Бұл қалыпты жағдай. Егер де дене қызуы 38-ден жоғарылайтын болған жағдайда, онда аймақтық дәрігердің көмегіне жүгінген дұрыс. Вакцинациялау неге екі кезеңге жоспарланған? Екеуін егу аралығы неліктен тым ұзақ? Жалпы осы коронавируске қарсы вакцина екі кезеңнен бөлініп салынып жатыр. Бұл бірінші доза антиген денелердің аз мөлшерін өндіруіне байланысты қысқа қорғаныс әсерін береді. Екінші доза біріншісінің әсерін күшейтеді және нығайтады. Адам организмінде антиденелердің санын арттырады. Қазір бізде қолданыста облысымызда осы коронавирус инфекциясына қарсы вакцинаның 4 түрі бар. Бірінші өзіміздің отандық өнім Казвак вакцинасы, одан кейін ресейлік Спутник Ви вакцинасы, Хаятвакс вакцинасы және Коронавак вакцинасы бізде өңірімізде бар, облысымызда. Жаңа айтып кеткендей, сұрақта көрсетілгендей, ара қашықтығы неге алыстап кетті деген сұрақ қойылды. Бізге осы коронавирус инфекциясы тіркелмес бұрын, осы ағымдағы жылдың қаңтар айында республиканың бас санитарлық дәрігерінің 3-ші қаулысы шыққан болатын. Ол жерде осы Спутник Ви вакцинасының бірінші компонент пен екінші компонентінің ара қашықтығы 21 күнді құраған болатын. 21 күнде келе алмаған болатын болса, 2 аптаға дейін кешігіп келуге рұқсат етілген болатын. Одан кейін осы ағымдағы жылдың 30 сәуірі күні осы қаулыға қосымша ретінде 17-ші қаулы шықты. Ол жерде осы Спутник Ви вакцинасының ара қашықтығында кішкене өзгерістер болды. Яғни бұрын 21 күнде салыну керек болатын болса, ол қаулы бойынша 45 күнде салуға ұзартылды. 45 күнде келе алмаған жағдайда 90 күнге дейін, яғни 3 айға дейін келуге болады. Егер тұрғындардың өзінің қалауы бойынша 21 күнде келіп, өзінің жаңағыдай өздігінен дәрігерге жүгінумен 21 күнден бастап та ала беруге болады. Бұл Спутник Ви вакцинасына қатысты. Ал мынау жаңа айтып кеткен отандық біздің Казвак вакцинасын салу мен Хаятвакс вакцинасының салу интервалы ара қашықтығы 21 күнді құрап отыр, ол өзгерген жоқ. Сонымен қатар жаңа соңынан келген Коронавакс вакцинасының салу интервалы 14 күн мен 25 күнді құрап отыр. Бұл ғалымдардың зерттеуімен сүйенетін болсақ, вакцинаның 21 күннен 30 күнге ара қашықтығының ұзару интервалы бұл иммунды жауаптың күшеюіне немесе азаюына ешқандай әсерін етпейді. Осы вакцинология принциптеріне сүйенетін болсақ, керісінше осы вакцина алуының интервалының ұзақтығы бұл иммунитеттің жақсылап, одан сайын жаңағыдай тұрақты иммунитеттің қалыптасуына әсер етеді деп танылуда. Жүктілікті жоспарлайтындарға вакцинация салдыру қаншалықты қажет? Және шаңырақ көтерген отбасыларға вакцинаның қандай кері әсерлері болуы мүмкін? Қазіргі таңда жүктілікті жоспарлау кезінде ерлі-зайыптылардың вакцина алғандығы немесе алмағандығы туралы, қандай вакциналар алды немесе алмағандығы туралы ақпарат міндетті түрде сұралады. Егер де ондай ақпарат болмаған жағдайда болатын болса, онда 3-6 ай бұрын вакциналар алу осы ерлі-зайыптыларға ұсынылады. Барлығымызға белгілі, жүктілік кезінде қандай да бір инфекцияның болуы әйелдің
денсаулығына, болашақ ұрпақтың денсаулығына ол өте үлкен әсерін береді. Мысалға, ковидтен бөлек мынау қызылша, қызамық ауруларын білеміз. Осыларға қарсы вакцинация болмай, егер де осы жұқпаларды жұқтыратын болатын болса, онда баланың өлі туылуы, шетінеуі немесе қандай да бір кемшіліктермен туылуы ықтималдығы өте жоғары. Дәл сол сияқты осы коронавирус инфекциясымен жұқтырған жүкті әйелдердің де осы баланың денсаулығына әсер етуі әбден мүмкін. Сол себептен де осы жүктілікті жоспарлау кезінде мен ғалымдардың, осы мамандардың ұсынысы бойынша вакцинаны алу ол міндетті түрде деп айтылады. Керісінше жоспарлаған кезде осы вакцинаны алу қажет 3 ай бұрын. Жүкті және бала емізетін әйелдерге екпе алуға неліктен болмайды? Осы коронавирус инфекциясына қарсы вакцинаны өндіру кезінде осы клиникалық зерттеу сатыларына еріктілер қатысқан болатын. Бұл еріктілердің қатарында жүкті әйелдердің, сонымен қатар осы бала емізетін әйелдердің болмауына байланысты вакцинациялаудан кейінгі иммунитеттің қалыптасу деңгейі бұл кісілерде қалай болатыны бізге беймәлім болып отыр. Сондықтан да қазіргі таңда бізде Қазақстан Республикасында коронавирус инфекциясынан қарсы жүкті әйелдерге вакцина салу енгізілген жоқ. 18-ге дейін және 65 жастан асқандарға вакцинация салу нақтыланбаған. Себептері қандай? Жаңа айтып өткендей, осы коронавирус инфекциясынан қарсы вакцинаны өндіру кезінде клиникалық зерттеу сатылары болды. Бұл сатыларға жүкті әйелдермен қоса 18 жасқа дейінгі толмаған балаларды қатысқан жоқ. Сол себептен де, осы себептен де қазіргі таңда бізде осы республикада 18 жасқа дейінгі балаларға салу тәжірибесі енгізілген жоқ. Дегенмен де Ұлыбритания және Израиль мемлекеттерінде осы 12 жастан асқан балаларға, сонымен қатар жүкті әйелдерге коронавирус инфекциясына қарсы вакцинациялауды жүргізу тәжірибесі енгізіліп жатыр. Және олардың арасында ешқандай асқыну жағдайлары орын алмаған. Вакцинаның бірнеше түрі бар. Әрине таңдау өз еркімізде. Дей тұрғанмен бірінші және екінші кезеңдерде екпені араластырып салуға болады ма? Жоғарыда айтып кеткендей, бұл вакцина, осы ковид инфекциясына қарсы вакцинаның барлығы бірінші және екінші компоненттен тұрады. Және облыста осы вакцинаның 4 түрі бар деп айтып кеттім. Оның 4-еуі де 4 түрлі мемлекетте өндіріліп шығарылған. Сондықтан да бірінші компонентті мысалға спутник V вакцинасын алған болатын болса, екінші компоненті де осы спутник V вакцинасын алған абзал. Вакцинаның бірнеше жылдан кейін жанама әсерлері болмайтындығында кім кепілдік береді? Қазақстан Республикасы халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексінің 77-ші бабына сәйкес әрбір тұрғын, әрбір республиканың азаматы осы вакцина туралы толық ақпараттандырылғаннан кейін ғана барып осы вакцинаны алуға құқылы. Яғни ақпараттандыру дегеніміз, бұл жерде вакцина алмас бұрын вакцинаның құрамы туралы толық ақпарат беретін нұсқаулықпен танысқаннан кейін ғана барып осы екпені алуға құқылы. Яғни ерікті түрде жүргізіледі. Коронавирус инфекциясын жұқтырған адаммен байланыста болған, бірақ екпені екі кезеңінде алған жан карантин жағдайына көшіріледі ме? Яғни вакцинаның қаншалықты сақтандыру деңгейі? Бұл вакцина бізге ағымдағы жылдың 1 ақпанынан бастап өңірімізге келгені барлығымызға белгілі. Бұған дейін бізде осы кімде-кім қатынаста болды, осы ковид жұқпасымен ауырған науқаспен олардың барлығын бірдей 14 күнге біз карантинге оқшаулайтын болатынбыз. Енді қазір осы вакцинаның бірінші және екінші компонентін алғаннан кейін бұл екпені алған тұлғалар карантин жағдайына оқшауланбайды. Вакцина салдыру алдағы уақытта ақылы болуы мүмкін бе? Қазіргі таңда бұл дәл осы сұрақ бізде нақтыланбаған, бірақтан да ақылы болуы мүмкін. Дегенмен де халықтың осал топтары үшін вакцинация әрқашанда тегін қарастырылады. Гүлзат Айдарханқызы, сұхбатыңызға рахмет. Келесі кездескенше.